Сәлем қыздар, бүгін біз овсяное печенье, болмаса сұлы қауызы дейді қазақша. Осы печеньені дайындаймыз, өте дәмді шығады. Дәмдіден бөлек оның пайдасы өте зор, себебі бұның ішінде ешқандай да ұн жоқ. Кез келген орехтың түрлерін, кептірілген жеміс-жидектің түрлерін қоссаңыз болады. Және ең бастысы балаларға өте қатты ұнайды. Ең алдымен 2 жұмыртқа қажет. Және 100 грамм қант, болмаса одан аз қолдансаңыз болады. Жарты ас қасық тұз. Және ваниль қантын қолдансаңыз болады. 100 грамм сары май. Және 1 ас қасық қопсытпа. Жақсылап араластырамыз. Мен тез дайындалатын овсянканы қолдандым, 5 минутта пісетін. Оны 3 бөлікке бөлемін, барлығы 180 грамм. 3 бөлікке бөлген себебім, ол қазір көтеріледі. Мен бүгін грецкий орехті және изюмді қолдандым. Ұсақтап турадым, кептірдім. Енді барлығын қосып араластырамыз. Ал сіз кез келген жеміс-жидектің түрін, орехті болмаса тіпті шоколадты қолдансаңыз болады. Жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып шығу керек. Ең бастысы печеньенің формасына келтіруге болатындай болу керек. Ал енді пергаменттік қағазға формасына келтіріп, 180 градусты пеште пісіріп аламыз. Өте тез піседі, сол себепті пешіңізді алдын ала дайындап қойыңыз. Мен үлкен ас қасық қолдандым, бірақ пісу барысында қатты көтеріледі. Сол себепті сіз кішірек форма жасасаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.